Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен бірге осындай қою, бал тәріздес варенье түрін жасауды үйренетін боламыз. Яғни қарақаттан жасалған варенье. Қарақаттан жасалған варенье ол витаминге өте бай, ағзаға өте пайдалы вареньелардың бірі болып табылады. Сондықтан қыс мезгілінде міндетті түрде осылайынан варенье жабуды ұсынамын. Алдымен қарақатымызды дәл осылайынан тазалап жуып аламыз. Жуып болған қарақаттарымызды миксердің көмегімен, немесе термомикстің көмегімен, немесе блендердің көмегімен жақсылап езіп аламыз. Менде блендер болмағандықтан термомиксті қолдандым. Мінекей қарақаттарымызды дәл видеодағыдай етіп блендерден өткізіп аламыз. Мен вареньенің барлық құрамын описание бөлімінде қалдыратын боламын. Құрамын сол описание бөлімінен қарай аласыздар төмендегі. Қарақат шығыс және де орталық Қазақстанның таулы аймақтарында танымал бұта болып табылады. Жалпы алғанда Қазақстанның барлық аумағында өсіріледі. Бірақ жабайы қарақат қатты бағаланады. Себебі емдік мақсатта және де витаминге бай өсімдік ретінде танылған. Күнді жақсы көретін өсімдіктердің бірі болып табылады. Қарақаттың құрамында 85% су, 1% ақуыз және де 8% көмірсулар бар. Калий, кальций, магний, фосфор, темір, сонымен қатар глюкоза мен фруктозаға өте бай. Қарақаттан жасалған варенье суық тигенде жөтелді басуға, бронхитті, жөтелді емдеуге пайдасы мол. Сонымен қатар адам ағзасын ауыр металдардан, токсиндерден, шлактардан тазартады. Енді қарақаттың вареньесіне оралайық. Мен қантты бірге бір қостым. Егер де қантты бірге бір қосатын болсаңыздар, вареньеларыңыз өте дәмді болып шығады. Егер сіздерге қант қатты ұнамаса, сіздер қанттың кішкене төмендетулеріңізге болады граммы. Қант қосылғаннан соң дәл видеодағыдай етіп жақсылап араластырып аламыз. Бізде қарақат қатты қою болады, сондықтан мен малинаны да қолдандым. Қыста қатырылған малинам бар еді, соны да блендердің көмегімен езіп қосып жібердім. Қанша килограмм малина қоссаңыздар, оның да үстіне сонша килограмм қант қосасыздар. Барлығын қосып болғаннан соң тосабымызды жақсылап араластырады. Қантты еру мақсатында және де бір-біріне сіңу мақсатында бетін жабық күйінде 2 сағатқа қалдырамыз. 2 сағаттан кейін біздің вареньеміз дайын болады. Яғни дәл осылайынан морозильникке қатырып қойсаңыздар да болады. Мен вареньенің жартысын осылайынан кішкентай баклажкалерге және де осындай ыдысқа сақтаймын. Морозильникте жарты бөлігін қайнатамын, яғни қайнағаннан соң 5 минут уақытты есептейсіздер және де бетіндегі көбігін алып тастап, банкілеріңізді жақсылап тазартып алып, қайнаған суға және де крышкаларында қайнаған суға бір салып алып, дайын болған вареньемізді осылайынан жауып тастай беруімізге болады. Қарақаттың вареньесін көп қайнатудың қажеті жоқ, 5 минут қайнатсаңыздар жеткілікті. Мінекей біздің қарақаттан жасалған вареньеміз дайын болды, достар. Сіздерге де дайындап көруге кеңес беремін. Егер де менің видеом ұнаса, менің видеома лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Менімен видеоның соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Сандуғаш.